Ертеде бір ешкінің 7 лағы болыпты. Біреуі қара, қалғандары ақ екен. Балапандарым, мен орманға сүт әкелуге бара жатырмын. Балапандарым, ешкімге есікті ашпаңдар. Орманда қасқыр бар. Мен қайтып келгенде, мен осылай ән айтамын. Балапандарым, қозыларым, аналарың сүтпен келді. Дәл сол сәтте терезенің сыртында тұрған қасқыр менің сөздерімді естіді. Тра-ля-ля, мен орманға барамын, жайлы үйімді артта қалдырып. Қозым, қозым, есікті аш, анаң келді, сүт әкелді. Сен біздің анамыз емессің, біз есікті ашпаймыз. Ашыңдар деймін. Бір кесек шайыр берші. Міне, ал. Қараш менің даусыма не болған? Керемет! Балапандарым, мен келдім. Есікті ашыңдар. Сен біздің анамыз емессің, біз есікті ашпаймыз. Ашыңдар деймін. Қасқыр ұстаханаға барып, өзіне тамақ жасатып алды. Балапандарым, бөпелерім, сендерге аналарың сүт әкелді. Сен біздің анамыз емессің, біз есікті ашпаймыз. Ашыңдар деймін. Қасқыр тез арада наубайханаға барып, аяғы үшін бір қап ұн сатып алды. Балапандарым, бөпелерім, сендерге аналарың сүт әкелді. Қорқпаңдар, есікті ашыңдар. Жеті кішкентай ешкі сеніп, есікті ашты. Қасқыр олардың бәрін тауып жеп қойды. Толық қасқыр ағаштың көлеңкесіне жатып ұйықтап қалды. Балапандарым, қайдасыңдар? Анашым, қасқыр келді. Ешкі мен оның лағы үйдің артына барғанда, олар шалғындықта арқасымен жатқан қасқырды көрді. Ол қатты қорылдап жатты. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарғанда 6 лақ шықты. Олардың бәрі аман есен болды. Қасқыр оянбай тұрып, ешкі оның қарнын тастармен толтырып, қайта тігіп тастады.